Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай әрі тез дайындалатын салаттың түрін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен капустаны екіге бөліп аламыз, ыңғайымызға қарай. Одан кейін ұзын жіңішке етіп майдалап турап шығамыз. Үстіне кішкене ғана тұз сеуіп араластырамыз. Қиярымызды қосамыз. Қиярымызды да екіге бөліп, ұзын жіңішке етіп солонка түрінде турап шығамыз. Витаминдерге бай салаттың бірі, өте дәмді шығады. Кукуруз қосамыз. Кішкене ғана дәміне қарай тұз сеуіп, үстінен 3 ас қасықтай майонез қостым. Жақсылап араластырамыз. Сәбіз қоссаңыздар да болады. Теркадан өткізіп, майдалап қосып шығамыз. Кішкене ғана қоссақ жетеді. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Достар, менің каналымда осындай өте қарапайым заттардан жасалатын тағамдардың, торттардың, неше түрлі салаттардың рецепті бар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.